Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі мәжіліс депутаты болған Бекболат Тілеухановқа тиесілі болып саналатын НАК компаниясы мемлекеттік сатып алуға қатыспайтын болды. Ал Сәуле Әбілдаханқызы дәл осы жағдайға байланысты былай деп пікір білдірген еді. Болашақ Түркия азаматына рахат, қостаушылары жайлы креслосында, жылы орындарында ортақ бизнесін жалғастырып былқ етпей отыр. Нақ деп құрылсын, хақ деп партиясын дамытып, мұртын балда шаппай Бекентайда аман есен жүре беретті. Ал Тоқаев өзі де сенбейтін жаңа Қазақстан деген ертегісіне елді сендіргісі келеді. Жаңа Қазақстанды мынадай сағалиттермен, ұры кәсіпкерлермен, ескі жүйеден өлсе де айырылмайтын жемқор шенеуніктермен қалай құрмақсыз, президент мырза? Саясат, дипломатия жақсы, бірақ бірінші басшыға ең алдымен мінез керек дейді белгілі журналист Сәуле Әбілдаханқызы. Айтылған дәл осы пікірге сіз келісесіз бе? Төмендегі комментарийге өз ойыңызды қалдырыңыз. Каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.